Ассалаумағалейкум, қадірменді жамағат, қадірменді әлеумет. Бүгінгі біздің темамыз мынау тәңіршілдер мен ислам жайлы болмақ. Енді мына тәңіршілдер мен ислам жайлы жалпы мағлұматын шолу жасап айта кетейін. Енді бұғанға дейін мен мынау комменттерде шет жағасын жаздым. Ақиқатында мына Құранның ішіндегі жын сүресіне мен кірген Құранға бұл сақтар мен құндар еді дейді. Құндар еді деп айтқан. Мына жазған комменттерде тәлімгер өкіл Адевит деген атымен түсірілген комменттерді оқысаңыздар, сол жерден табасыздар. Жалпылама. Енді бұл жерде айтылатын теманың негізгі басты қағидасы бұл тәңіршілдер мен ислам дегеніміз кімдер? Не себепті? Жаңағы тәңіршілдер бұл енді қазір өздеріңіз білесіздер, көбінесе роликтерде қаптап кеткен жаңағы араб құлдар дейді, басқа дейді. Бірақ исламды толық мәнінде бұл Құранның жалпылама танымын толық мәнінде түсіне алмай жүргендер көп. Сондықтан басын ашып жалпылама мағлұмат етіп айта кетуім керек. Мағлұматын жалпылама шолу жасап айта кеткен жөнде ойлаймын. Енді мына жерде көріп отырсыздар. Мына 16, 19, 61, 91 бұғанға дейін жалпылама 17, 18, 19 роликтерде оның шет жағасын айтып өттім. Қазақтың өзінің генетикалық коды F16 деген 16, F16, формула 16 дейді. Осымен байланысты. Мына еврейлердің коды F13 деген формуламен байланысты. Енді бұл тәңіршілдер не себепті бұл Құранды түсіне алмайды? Бұлардың себебі сақтар мен ғұндар заманында мына ислам кейінгі жүйеленген. Құран былайша айтқан кезде анау көпшіктің темасынан жаңағы мына адам деген серия бойынша Құран жүйеленді да, бұл жаңағы нелердің алдына қоя салған кезде адам деген жаңағы мына сақтар мен ғұндар шаманизмдік дәуірдің негізінде, одан ары қарайғы мына Інжілдің заманында бұның өзі микрокосмостық жүйемен жүйеленіп Құранға түсіріліп, адам деген көпшіктің несінен бағдарлама жасалып алдына қойылғанда бұның кім екенін, өздерінің кім екенін таппай қалды емес пе? Осыдан келді дағыны мына исламның жалпылама таралымы, жаңағы мына разработкасы басталған кезде қазақ жерінде бұл Алтын Орда күйреді. Алтын Орда. Оны тарихшылар біледі, бірақ қазіргі заманда бұларды ешқандай үйлестіре алмайтындарын, ақпаратты мүлде үйлестіре алмайтындарын таңғаламын. Не себепті? Бұл анау Құранға жын сүресімен кірді деп былайша айтқан кезде мен ешбір тарихтан, ешбір нелерден оқыған емес. Өйткені бұлардың көбісі шежіреге сүйенеді. Қазақтар былай, қазақтар анау болған, мына болған, қыпшақ болған, одан өздеріңіз білесіздер, шежіреге сүйенгенде оның ар жағында код ДНК жатқанын, бұның терминологиялық масштаб екенін, мына планетарный дүние жасалғандығынан мүлде бейхабар. Тарихшылардың ешқайсысы бұнымен байланыса алмайды. Отключенный тақты. Енді бұл жерде айта кететін нәрсе, мынау тәңіршілдердің көбінесе бір аятта айтылады бұл. Бақара сүресінің аятында мекен қазір есіме толық түспей тұр. Анау Жәбірейіл келіп сұрайды, сендер қай жолмен жүресіңдер деп. Сонда айтады, бұл біздің салтымыз, біз ата-бабалар жолымен жүреміз дейді. Сонда Жәбірейіл тұрады да айтады, расында сендер сөйткен ата-бабаларың сол дұрыс жолда болмаған болса да сол жолмен жүресіңдер ма дейді. Мінекей қазір мен сол теманы айландырып кеп, Алланың құдіретімен Құранның сырлары ашыла бастаған кезде сол теманы айналып кеп уже қайтадан соған тіреліп тұрмыз. Егер мен қазір тура сол сұрақты қайтадан қоятын болсам, бұлар соны сөзсіз қайталайды. Өйткені бұлардың айтатын жауабы сонау 1400 жыл бұрын Құранға салынып қойған, соны сөз жоқ қайталайды. Міне оның көріністері бүгінгі таңда көрініс беріп жатыр ғой, өздеріңіз көріп жүрсіздер ғой. Араб құл дейді, жаңағы анау ол арабтардың діні дейді, хиджаб мәселесімен бәрі шатысып жатыр. Бұл шындап келген кезде мына жаңағы қазақ даласында мінекей мына дүниенің жүйеленуі жын сүресі бойынша
оған апарып жаңағы мына микрокосмостық жүйемен жүйеленген ан деген жұрнақты жалғаған кезде жынның жан деген бұл жынның атасы деп айтып жатады ғой. Мінекей сол кезде мына жерде жан сериясы бойынша бұның жаңағы Құранында бөлініп қойылған жан, тән, рух деген үш әлемдік дүниенің не себепті бұлай жасалғандығын уже осыдан ақ түсіне беруге болады. Енді бұл жерде мына қазаққа беріліп отқан кодтың ішінде жүздіктер әлемінде Алланың 99 есімімен жұмыс істеу мәнерінде формула мәлін түсірілгендіктен 11-ден басталатын танымнан 99-дан аяқталатын дүние бұл төрт тактымен дүниенің төрт бұрышына контрольға қойылады. Яғни 16, 19 жаңа көрсеткенімдей 16, 19, 61, 91 коды бойынша бұл жүздіктер әлемінің ішінде төрт кітаптың, яғни цифровой контролі төрткүл дүниенің төрт бұрышына қойылып отыр. Через көпшік арқылы. Көпшіктің қожайыны бұл қазақтар болып отыр. Ол бір деп қойыңыз. Екіншіден бұл қазақ даласында ықылас комплексі жүйелену керек. Ықылас деген комплекс бар. Фатиха сүресі мынау Кеңес одағының жерінде өтті. Ресей жерінде өтті. Бұның кезіндегі Совет одағы формула мәні бойынша айтып өткеніміздей человек измерениясының источнигі болып келетін мына ондықтар өкілі бұл Ресей жерінде өтті. Ендігі кезек бұл қазаққа келіп тіреледі. Туылмаған, туылмаған. Қазақтың өзінің жаңа генетикалық кодында салынған аталар тізбегі бар, туылған. Мен ана өзінде комменттің алдында да бір жазып кеттім. Біздегі берілген ілім білім негізінде қазақтың өзінің жаңағы генетикалық кодының мәніне салынған дүние таным негізінде біздерде өлісі де тірісі де аталардың басымен сөйлейді. Бұл неге? Мир по вертикалю и мир по горизонталю дейді. Көмілген көпшік пен вертикалды әлемнің көпшігі бірге қосылып айтылады. Өйткені біз көпшіктің қожайынымыз ғой. Сондықтан бұл солай қосылып айтылады да, енді о дүние деген таным шығады. Жалған өлім, ақиқат өмір. Жалған өмір. Жоқ, дүниенің екі келбеті шығады ғой бұл жерден. Жаңа қалай деп едім. Жалған дүние, ақиқат өлім. Жалған өлім, ақиқат өмір. Міне осы төрт тақты осылайша Z таңбасымен бір-біріне не қылады, үйлеседі. Бұл жерден жаңағы крестік таңба шығады. Контроль негізінде крест дейміз ғой енді былай. Бұны кезінде мына разработка кезінде 40 парыздың бүтіндігі үшін Гитлер таңбасында қолданылды. 5 жұлдыз бұл аналық таңба. 13-тен келетін 5-й угол знания, мына Құранның құпиясы ашылған кезде бұл уже 4 тақты 0,12 индексі бойынша до подключения дейді. Оған дейін айтып өттік, жаңағы мотив создания, мотив разработки и мотив подключения дейді, до подключения. Осы кезге келген кезде бұл 5 жұлдыздық таңбасы Ресей жерінде Кремльдің үстінде тұр. Планетарлық конструкционный масштабный индекс дейді. Кремльде бұл 5 жұлдыз болып тұр. Ал енді ананың аталық техногендік несі Исаның ілімі жаңағы формула военный деп айтып кеттік қой. Военный, бұның бір саласы ғой, жалпылама. Енді бұны қазақ даласында жүйелеу үшін қалай істеу керек? Ықылас жүйе, жаңағы айтып кеттім. Мынау ықылас комплексі туылмаған, туылмаған. Ал ана жаңағы биологический корень, источники туылғандар, жаңағы аталардың басымен сөйлейді дедік қой. Для язычников дейді. Ал анау жабық қанат, ықыластың жабық қанаты бұл для цифровников. Енді бұл ықыластың жабық қанаты деп отқанымыз о дүние деп аталады. О дүниеден басталады. О дүние деген начать жизнь с нуля деген сөз. Бұны о дүние деп атайды. Яғни конструкционный источник қыз баланы уже былайша айтқан кезде алдындағы роликтерімізде айтып өткендей жаңағы клонирование, сосын жаңағы перевозчик сериясы бойынша отырған қыз орнында бар, оң жақта отырып дейді. Міне осы негізде жаңағы қыз баланы уже эволюционный процесске подключение жасағанда бұлардың қорғалу мәнері қоса жүру керек деп айттым. Бұның жаңағы технологиялық, сосын кейін 40 парыздық планетарный масштаб, 40 парыздың бүтіндігі толық мәнінде сақталу үшін соның кейін запись копчика дейді.
мінекей запись копчикка по плюсу дейді. Өйткені бұл жерде жаңағы енді көбісі айтып жүр ғой, о дүниеге барған кезде біздер жаңағы жәннаттың есіктері бар деп айтылады. Жұмақ пен тозаққа бөлінуі, сосын кейін жаңағы мынау жаһаннам дейді. Бұлардың общем планетарный масштабтағы дүниелері, олардың басқарылуы, жүйеленуі осылай болып кетеді. Ықылас комплекс арқылы жүзеге асырылады. Бұның ықыластың не екенін білмейді әлі күнге дейін. Бұның өйткені измерениясы, разработкасы бар, бірақ шын мәнінде оның не нәрсе екенін білмейді адамдар. Ықылас деген бұл не қылған, ол туылмаған, тек дәріптеушілер бұны басынан асыра дәріптеп, соңғы пайғамбарды былайша айтқан кезде түгел алтындап кеткен, түгел басына дейін. Бұл шындап келген кезде знание ниже пояса, микрокосмостық жағдайда, ниже пояса и свыше коленей дейді, жаратушы. Бұның деңгейі осыдан аспау керек. Енді нәпсіге қатысты дүние свыше пояса, ниже головы. Нәпсінің индексі, источнигі асқазан. Мінекей шайтан дейтін себебі сол. Жаңағы бұның алдындағы роликтерімізде де айтып кеттік қой. Міне сол кезде бұны микрокосмостың жаратушы немен байланысты дүние, копшик әңгімесімен байланысты болған кезде бұл жерде уже ниже пояса, свыше коленей деп кетіледі. Микрокосмостық синтез жетіспейді деп мен айтқам. Енді нәпсі дегеніміз не деген кезде? Свыше пояса и ниже головы. Значит, через плечо правый и левый деп айтылады. Алға айтып атады, адамның екі иығында екі періштесі бар деп. Сол мінекей по записям копшик дейді. Жаңағы жабық қанат несі бойынша, талаптар бойынша бұл жерде жаңағы нені копшикті жинау мәнерінде, сосын жаңағыдай қабыл алушы 99 есіммен, параметрімен жұмыс істеген кезде, сосын мынау жұма намазы кезінде бұл жерде тек қана дәріптеу жүрмеу керек. Бұл жерде негізінен алған кезде мына қасиетті Рамазан айының қадір түнінің бағдарламасы бар. Ол бір деп қойыңыз. Одан кейін жұма намазында бұл жерде Жәбірейіл, 9 қанат Жәбірейілдің сабақтары жүру керек еді. Бұл жерде тек дәріптеумен ғана шектеледі. Бұл жерде медреселік ілімдер, мынау жаңағы періштелік ілімдер дейміз. Мынау материальный изучение, оның несі тақтысы бөлек. Алаңа медреселік ілімде бұлардың несі бөлек. Бұлардың кәдімгі бөлек есіктері, өздеріне тән жаңағы орталықтары болу керек. Бұлардың бәрі жүйелену керек. Бұны жүйеленбегеннен кейін мінекей қазір адамдардың шатысуы, тек қана жаңағы қазір мемлекет деп уже Құранның бәрін сырып қойды да, уже дәлелсіз, былайша айтқан кезде креслода отырған шайтандар, уже язычниктер дейміз ғой, язычниктер кәдімгі. Сол мына кәлима шахадаттың куәлігі негізінде соған отырып алды да, тек қана нәпсіне ғана қаужай береді. Онымен олай болмайды. Бұл по записям копшик дегенге бұларға уже дүние зікірі, ақша онымен салынбайды. Олай емес. Оны кәдімгі оны ақшамен шеше алмайды. Өйткені оны ақша дегеніміздің өзі тажалдың индексіне жұмыс істейтін, мынау свыше, жаратушы емес. Свыше пояса и ниже головы. Тек нәпсіңізге ғана жұмыс істейді. Ал жаратушы деген уже запись копчикам кетеді. Бұл уже по плюсу деп айтылады. 4 тақтымен, жабық қанатта. О дүниеге барғанда жәннаттың есіктері бар дейді. Бұл кәдімгі каждый кабинет осылай болып тұрады. Кімге қалау, кімге қандай жол керек, не керек. Мінекей бұның исламның талаптары, жолдары осындай. Ал жаңағы тәңіршілдер деген, бұлар уже бұған мүлде жақындамайтын дүние. Ол Құранға дейінгі болған дүние. Бұлар биологический корень, отключенный, первый цикловой переход деп айтқан. Яғни ол дегеніміз мынау бала еленуші тарапқа берілген дүние. Қиямет күні айтады ғой, жаңағы кәпірлер мен мұсылмандардың арасын бөлеміз деп айтылады ғой. Яғни сол кезде бұл жерде айтылып отырғаны мына ықыластың ашық қанаты бойынша бала еленуші тарап дейді. Өйткені неге бұл жердегі мәселе бала еленуші тарап дейтін себеп, қазір байқасаңыздар түгел бәрі однополярный, односистемный түгел. Кәлима шахадаттың куәлігі негізінде бала еленіп кеткен. Ол бір
екіншіден осы баланы сылтаулап жаңағы баланы асырау керек, бала шағаны жеткізу керек деген немен паласамен кетіп қалды да бәрі. Уже бұл жердегі нәрсені уже түсіне алмайды. Жаңағы мына ықылас комплексінің не екенін түсіне алмайды. Уже планетарный масштабтың әңгімесі тұрғандықтан бұл жерде көбінесе қыз баланың 40 парыздың бүтіндігі жан сериясымен тұр. Мына жаңағы жан, тән, рух деп ана неге Құранда бөліп қойған себебі сол. Ол жан сериясымен тұр қыз баланың міндеті. Сондықтан бұл жерде жын деген кезде уже арғы атасы, жан деген уже жынның атасы екенін уже түсіне беруге болады. Өйткені мұндағы әңгіменің негізгі көзегі айтып өткеніміздей Інжілдің программасы бұл қыз балаға арналған деп айтып кеттік. Жаңағы технологиялық Исаның ілімі бойынша жүзеге асырылады. Одан кейін жекелей амалдар, анау өткенде бір роликтердің шет жағасында мен олардың бәрін түгел айтып кеттім. Мінекей осындай мынау әруақ деген бар одан кейін. Бұл жердегі мына айтып өтірген жаңағы тәңіршілдердің түбірдәнегі корень. Бұл бірінші тактыда отключенный. Бұларда негізінен алған кезде айтып отыр ғой, қияметке дейін сендерді сынаймыз, нәпсімен, барлықпен, немен, түгелдей сынаймыз деп отыр ғой. Осы негізде өтті енді бұл қияметке дейін сынақ. Адам баласы уже. Енді бұл намазды мен ана өткенде бір немде комментімде жаздым ба, ролигімде айттым ба, есімде жоқ. Намаз оқылып болды, енді теориясы оқылып болды, енді практикасы сұралады деп отырған. Мінекей осы негізде енді бұл бала еленетін тарап пен бала еленбейтін тарапқа уже екіге бөлінеміз, уже жұмақ пен тозаққа. Жұмақ пен тозаққа бөлінгеннен кейін бұлардың несі уже кәдімгі о дүниелік есіктер арқылы айырылады әркімнің жағдайлар, деңгейлері. Бұл жерде уже мемлекет деген жүйе жоқ уже. Айтып өткенімде жаңағы удостоверениенің өзін уже белгілі бір дәрежеге шектеу. Сосын популюсу жаңағы запископщика дейді. Бұның өзі қолданыстағының өзін кәдімгідей реттеу. Сосын технологияны кез келген жерге сала бермеу. Оның жаңағы отключенный региондар бар, мысалы отключенный адрестер мен региондар. Бұлардың өзіне кәдімгідей ол жерге салуға болмайды. Уже бұл жердегісі мына 4 такты негізінде 25% болды. Одан артыққа уже болмайды. 25%-дан 4 тактыда уже кәдімгі бұның толық қосындысы 100% болып шығады. Өйткені бұл жерде мына Алла тағаланы 99 есіммен жұмыс істеу параметрімен, сосын жаңағы мына мешіттердегі Жәбірейілдің сабақтарын өту, соның бұның ақыр соңы бұл Мағдиді шығаруға себепкер болады. Енді алдағы темада уже Мағди деген кім, анау жаңа Тажал дегеніміз кім, осылардың кеңірек ауқымда уже тоқталамыз. Осы жөніндегі біраз мәліметтерді шолып өтеміз. Мағди қалай шығады, ол өмірге қалай келеді, одан кейін ол мына жаңағы Тажалмен қалай күреседі деген сияқты. Бұны екінің бірі біле бермейді, ол әшейін бір жай бір келетін адам деп ойлайды. Олай емес, бұл кәдімгі ықылас комплексінен, код ДНК-дан Мұхаммедтің үмбетінен шығады. Бұл кәдімгі жер, мына қазақтың жерінде кәдімгі көпшік темасымен бұл кәдімгідей жүйелену керек. Ол кәдімгідей көзге көріну керек. Мынау жұмағы, мынау тозағы деп кәдімгі жаңағы отключенный дейміз, сосын подключенный, заключенный, отстраненный 4 тактының мәнерінде жұмыс істеп, мінекей содан кейін бұл планетарлық масштабтың несі үлкен темалары қозғалып, бұл кәдімгідей подключение жасалу керек.